Пісте майының пайдасы менен зияны. Үйдегі ең құнды майлардың бірі. Пісте майы күнбағыс немесе жайтын майы сияқты кең тарамаса да, ағза үшін аса құнды өсімдік майы. Ол көбіне суық сығымдалған холодного отжима күйінде қолданылады. Құрамында пайдалы май қышқылдары, дәрумендер өте көп. Пайдасы: жүрек пен қан тамыр жүйесіне пайдалы. Пісте майында омега-6 мен омега-9 май қышқылдары мол. Бұл заттар жаман холестеринді төмендетіп, қан айналымын жақсартады. Жүрек ұстамасы мен қан қысымының тұрақсыздығынан қорғайды. Миға күш, жүйкеге тыныштық. Е дәрумені мен фолий қышқылы миды қоректендіріп, есте сақтау қабілетін жақсартады. Стресске қарсы тұруға көмектеседі. Ашуланшақтықты азайтады. Шаш пен теріге таптырмас күтім. Пісте майы теріге ылғал береді, қабынуды басады. Шашқа маска ретінде қолдансаңыз, түсуін азайтады. Құрғақ теріге жақсы әсер береді. Асқазан ішек жолдарын жақсартады. Таңертең аш қарынға 1 шай қасық пісте майын ішу ішекті тазалап, іш қатуды азайтады. Ас қорыту жүйесіне жеңіл сіңеді, бауырға ауырлық түсірмейді. Кальцийдің сіңуіне көмектеседі. Е мен К дәрумендері сүйек құрылымын бекітіп, қаңқа жүйесін нығайтады. Әйелдер үшін остеопороздың алдын алады. Калориясы өте жоғары. 100 грамда 900 килокалорияға жуық. Сондықтан шамадан тыс тұтынуға болмайды. Аллергиясы бар адамдарға реакция беруі мүмкін. Қыздырса, құрамындағы пайдалы майлар бұзылып, зиянды трансмайларға айналуы мүмкін. Сол үшін суық күйде пайдалану ұсынылады. Кейбір арзан өнімдерде қоспа, жасанды ароматизаторлар болуы мүмкін. Табиғи, сенімді майды таңдаңыз. Қорытынды: пісте майы пайдалы дәрумендерге бай, бірақ тек табиғи түрі. Аз мөлшерде қыздырмай тұтынғанда ғана пайдасы көп. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер ақпаратымыз пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.